Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Күндеріңіз сәтті өтсін. Сіздермен бүгін брокколидің пайдасы жайлы айтамын. Асқа тұрақты қолдану күйзелістен ең жақсы қорғаныс. Брокколидің калориясы өте аз болғандықтан, диета ұстап жүрген денсаулығыңызға аса мән беретін адамдар үшін өте қажетті көкөніс. Ол тәбет пен ас қорытуды жақсартады. Асқазанда ойық жарасы, язва бар адамдарға пайдалы. Оның бұл артықшылығы құрамында У дәруменінің жеткілікті мөлшері болуына байланысты иммунитеттің күші, лимфа жүйесі тікелей байланысты. Алайда лимфа жүйесінің 3/2 бөлігі ішекте орналасқандықтан, брокколидің ішекті әртүрлі қалдықтардан, улы заттардан қорғап, иммунитетті көтеріп, ағзаның әртүрлі аурулар қоздырғыштарына қарсы тұру қабілетін арттырады. Қан аздықтың, бауыр ауруларының алдын алады. Ол теріге оң әсер беріп, қартаю процесін тежейді. Құрамындағы қатерлі ісік жасушаларының көбеюін тоқтатады. Қандағы холестериннің мөлшерін азайтады. Сүйектің, тістің бұзылуына жол бермей, қазірде жиі кездесетін остеопороздің алдын алады. Брокколидің жалпы адам ағзасына берер пайдасы өте көп. Сіздермен қысқаша пайдасын бөлістім.